Қыздар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін бента торттың рецебін сіздерге ұсынамын. Шыны керек алғаш рет жасадым қызымның 9 айлығына, бірақ мынандай керемет нәтиже болады деп ойламаппын. Бастысы қолжетімді ингредиенттерден кремі шыны керек қаймақтан жасалады, бірақ өте керемет, нәп-нәзік, нағыз торт болды. Төменде барлығын көрсетіп жазып кеттім қажетті құрамдағыларды. Бізге енді бұл жерде 5 жаңа жұмыртқаның 5 сары уызы менен 3 ақ уыз қажет. Сол себепті мен міне жаңағы барлығын бөліп аламын. Алдыменен міне 3 ақ уызды бөлек қойып қоямын. Ал бізге енді жұмыртқаның 5 сарысы керек. Жаңағы ақ уызды бөлек қойып қоямын. Яғни тамаққа бірдемеге қосып жүремін, тағы да бір тәтті бірдемелер пісірген кезде сол себеп тұра берсін. Енді бізге мынау сары уызымызға қантымызды қосамыз. Енді бізге миксерді қосып, ақ уызды формасы ұстағанша жақсылап тұрып миксерлап алу керек. Яғни ақ уызымыз төңкерген кезде ыдысты формасын ұстап тұратындай болуы тиіс. Ол үшін оны жақсылап тұрып миксерлап аласыздар. Енді жаңағы сары уызымызды жұмыртқамызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұлай қарасам, шыны керек еш қиындығы жоқ. Бірақ жаңағы корж, яғни бисквит өте керемет болып піседі. Міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Енді осы жаңағы сары уызымызға, қант қосылған сары уызымызға жаңағы ертілген сары майымызды қосамыз. Мен бұл сары майдың ішіне ерткен кезде бірден сүтті қостым. Яғни мен сонда сүтпенен сары майды ертіп, осы жаңағы сары уызды массамызға қостым. Енді ұнымызға қопсытқышымызды қосамыз. Және де осы қопсытқыштың үстіне кукурузды, крахмалымызды, яғни жүгері крахмалын қосамыз. Енді ақ уызымызды, ұнымызды кезекпен-кезек қосып, кезекпе-кезек, яғни қосып отырамыз. Ақ уыз, ұн кезек-кезек соңына дейін таусылғанша. Қыздар, мен бірден кешірім сұраймын. Шыны керек тамағым ұстап қалып, ангинам ұстап қалып, даусым кішкене бір түрлі болып жазылып жатыр. Енді ол денсаулығыма байланысты болғандықтан алдын ала кешірім сұраймын. Барлығын араластырып, яғни массамыз бір келкі болу тиіс. Барлығын дайындап аламыз. Сондай бізде жалпы массамыз воздушный болып шығады. Кейін противенімізді алып, астына пергамент төсейміз. Осылай жағып шығамыз. Міндетті түрде қыздар массамызды түзеулеуіміз керек. Яғни массамыздың үсті бір келкі болу керек. Ол ең маңызды шарттардың бірі, себебі сонда бисквитіміз бір келкі болып піседі. Яғни бір үлкен бір кіші емес, бір келкі болып піседі. Сол себепті мен осылайынан жақсылап тұрып түзеулеп алдым. 180 градуста пісіреміз, 20 минутте піседі. Міне осында сары болады. Мен яғни ағаш таяқшаменен жаңағы тексеріп алдым. Осында керемет болып шығады. Оны суытамыз. Суытқаннан кейін төңкеріп, пергаменттан алып тастаймыз. Сол кезде ол жаңағы былай қарағанда пышный болып шығады. Үлпілдек болып тұрады, өте керемет болып. Кейін кішкентай формаластар мен кәдімгідей кесеменен дөңгелек етіп кестім. Сонда менде жаңағы бір бисквиттен 6 осындай дөңгелек шықты. Осыда менде 2 бента торт шығады. Бір жаңағы бента тортқа мен 3 осындай дөңгелек арқылы жаңағы бента торт жасаймын. Сонда менде 2 бента торт шығады. Енді крем менде ең оңай 20% қаймаққа жаңағы сахарная пудра қостым. Бұл яғни дайын менде жаңағы крем болып шықты. Міндетті түрде қаймақты 20% алыңыздар. Сонда ол қою болады. Ыдысымыздың астына аздап қана крем жағамыз да. Енді жинаймыз корж крем болады. Міндетті түрде жаңағы кремді көбіректе қосыңыздар. Себебі біздің жаңағы бисквитіміз қалыңдау, ол жаңағы өзінің бойына кремді көп сіңіреді. Және де міндетті түрде холодильникке қойып қойыңыздар. Басында қыздар форманы дұрыстамауы мүмкін, себебі корждарымыз кішкентай ғой. Басында кішкене дұрыстамауы мүмкін. Сол себепті сыртын бірден әсемдемеңіздер. Яғни осы кремін
жағып холодильникке қойып қойыңыздар. 1 сағаттың ішінде ол жаңағы қатып формасын жақсы ұстайтын болады. Кейін сыртын әдемілей беруге болады. Мен алып міне осыны холодильникке қойып қойдым. Екіншісін жасадым. Яғни осылай өте оңай жасалады. Яғни корж, крем, корж, крем, корж, крем етіп жасайсыздар. Еш қиындығы жоқ. Бірақ жаңағы кремін көбіректеу жағуға мен шыны керек кеңес беремін. Сонда өте тез шығады. Осылай жағып 1 сағатты холодильникке қойып қоясыздар, ол формасын жақсы ұстайды. Содан кейін сыртын қалауларыңыз бойынша өздеріңіз әсемдейсіздер. Мен басында жай ғана жаңағы қызымның 9 айына жасалған болғандықтан осылай жаздым. В разрезе міне осындай болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Райхан, ас болсын.